Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнерзвамен келдім. Бейнерзван тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, Кореяда да Қазақстаннан асқан қымбатшылық болып жатыр. Немесе жыл сайын айлықты өсірген не істейін? Ол айлығымыз, тапқан табысымыз біздің азық-түлігімізге де жетпесе. Осы тақырыпты айтатын боламын. Неге дәл осы тақырыпты таңдадым? Себебі өткен бейнерзвалардың бірінде мен 4 жыл дегенде Төркінге барып келдім деген бір бейнерзвал шығарған болатынмын. Сол Төркінге барған кезде өзгерген Қазақстан дегенде бір айттым ғой. Сол бейнерзваның астында не деген бір жағымсыз пікірлердің біразын оқып қалдым. Оның біреуі әрине Төркінге келіп Төркініңді жақтырмай жамандап кеттің ғой деген сияқты болса, енді біреулер ой қойш Құлпынай, Кореяның қымбатшылық емес дейік. Енді біреу мен Кореяда тұрамын, бұл жақта Қазақстаннан асқан қымбатшылық деген сияқты біраз осындай пікірлерді оқып қалдым. Әрине мен ол бейнерзвада Корея арзан, Қазақстан қарағанда әлде қайда арзан деген әңгіме мүлде болған жоқ. Мен жай ғана Қазақстанға барған кездегі 4 жыл ішінде өзгерген Қазақстанды ғана айттым десем болады. Ал енді қымбатшылыққа келетін болсақ, Қазақстанға қарағанда әлде қайда асып тұрғаны бұл ел айтпаса да белгілі шығар. Негізінде бұрындары, осыдан неше жыл бұрын Кореяда йолло деген бір мода болатын. Мына жерге шығарып қоямын, ол қандай мода дейсіз ғой? Өмір бір-ақ рет беріледі. Маған берілетін, бір рет берілетін өмірді мен қалағанымша өмір сүремін. Әрбір сәтімді бағалаймын, әрбір сәтімнен рахат аламын, ләззат аламын дейтін адамдарда мода болатын. Жұрттар расында солай өмір сүрді. Былай да шашып шалқып өмір сүрді деп айтайыншы. Одан кейін былтырға дейін флекс деген нәрсе мода болды. Оны да шығарып қоямын. Ол не деген сөз? Өмір сізге маған бір-ақ рет беріледі. Сол өмірді рахаттанып өмір сүремін. Және оған қоса сіз рахаттанып өмір сүргеніңізді өзіңіз ғана рахаттанып қоймай, оны түрлі әлеуметтік желілерге шығарып мақтану. Яғни, міне мен мынандай брендтегі сумка алдым, міне мен мына жерге қыдырып келдім, мен шетелде жүрмін деп барынша мақтану. Ол флекс болып табылатын. Жұрттың барлығы солай өмір сүрді. Қай жерді ашып қалмаңыз, қай жерді көріп қалмаңыз, сондай адамдарды ғана көретінбіз. Ал енді бір қызық айтайын, биыл соңғы 3-4 айдан бастап Кореяда не мода деп ойлайсыздар? Соңғы 3-4 айдан бастап Кореяда түрлі челлендждер модада. Қандай челлендждер деп түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Бұл жақта түрлі атақты ютуберлер, атақты бір блогерлер ашып қалсаңыз, бір айдың ішінде $10 ғана жұмсау, бір аптаның ішінде мүлде бір тиын жұмсамау деген сияқты өздері челлендж ашып алып, дәл соны адамдарға көрсетіп бір-біріне челлендж лақтырып жүр. Яғни соншалықты Кореяда қымбатшылық болғандықтан атақты блогерлеріңіздің өздері де осындай ақша жұмсамаудың амалдары, ақша үнемдеудің амалдары сияқты түрлі бейнерзвалар шығарып жатыр. Әрине айтуларыңыз мүмкін, ой Құлпынай сендер де бәрібір қымбатшылық деп айтқанымен айлықтарың көп қой, табыстарың көп қой деп айтуларыңыз мүмкін. Әрине бұл жақта табыс өте көп. Қазақстанға қарағанда әжептәуір көп. Бірақ табысыңыз қаншалықты көп болғанмен шығыныңыз одан да көп деп айтайыншы. Себебі әр жылдың басында қаңтар айында бұл жақта минималды айлық көрсеткішін өсіреді. Заң бойынша айлық қосылады. Келесі жылғы қосылатын айлықты да биыл уже талқылап жатыр. Жұмыс берушілер жоқ, бұл көп, онша көп қоспаймыз деп жатса, жұмысшылар керісінше тағы қосыңдар деп жатыр. Бірақ әлі келесі жылдың нақты айлық көрсеткіші шыққан жоқ. Әр жылдың қаңтар айында айлықты өсіреді. Өсіргенімен айлықпен қоса азық-түлігіңізді де басқаңызды да бірге өсіреді. Яғни айлықтың бағасын өсіріп қойғанымен шығатын шығынымыз одан да көп. Әсіресе міне байлар, барлар, дүниесі жететіндер айлық қосылып жатыр ма, алынып жатыр ма, азық-түлік қымбаттап жатыр ма, олардың көзіне көрінбеуі мүмкін. Бірақ біз сияқты қарапайым адамдар бар ғой, біз сияқты қарапайым адамдарға айлықтың бір тиын қосылғаны, азық-түлікке 10 теңге қосылғаны біздің бәріміз көзімізге оттай басылып көрініп тұрған нәрсе. Ол қарапайым халықтар үшін амал жоқ нәрсе деп ойлаймын. Енді дәл осындай кезде кәрістер осы қымбатшылықтан қалай шығудың амалын тауып жатыр. Біріншісі жаңағы мен айтқан түрлі челлендждер болып, блогерлер челленджді модаға айналдырып жатса, екіншісі жаңағыдай күніге таңертең жұмысқа баратындар бұрындары көшеден тамақтана салса, қазір әйелдері үйден тамағын салып жүреді сумкаларына. Тамақтан да ақшаны үнемдеп жатыр. Мен өткен бір бейнерзвалардың бірінде сіздерге айтқан болатынмын, үйге қонақ келсе, бізге сырттан тамақ сатып алып берген әлдеқайда арзанға шығады деп айтатым. Қазір керісінше үйге қонақ келетін болса, сырттан тамақ ішсеңіз шығынға батасыз. Себебі асханаларға барсаңыз менюлардың түрінде бағасына өшіріп қағазбен жаңа бағалар жазып қойған. Яғни кез келген менюдің бағалары өсті деп түсінсеңіздер болады.
қымбатталады, барлық нәрсе қымбаттады. Тамақтың бағасы қымбаттады, киімнің бағасы, ең қызығы бензиннің, майдың бағалары да қымбаттап жатыр. Әрине бұл қымбатшылықты көбінесе кәрістер болып жатқан соғыспен байланыстырса, енді біреулер карантиннен кейінгі өмірмен де байланыстырып жатады. Бастысы Қазақстанда ғана қымбатшылық емес, Кореяда да қымбатшылық болып жатыр деген сөз. Енді біздің отбасы бұндай қымбатшылықтан қалай шығып жатырмыз? Негізінде әрине бізде де өмірімізде бар кез болды, жоқ кез болды, орта деңгей болды, бүйтіп айналып келе жатырмыз. Бір деңгейде келіп жатқан емеспіз негізінде. Бар кезде менде бар екен деп шопингтар жасап, қыдырып, шетел қыдырып, ақшаны ауаға шашып жүрген жоқпыз. Бар кезде барынша үнемдеуге тырыстық, ал жоқ кезде жоққа да қанағат етуді үйреніп жатырмыз, себебі өмір деген алма кезек. Өмір бір қалыпта тұрмайды, бірақ айтады ғой, бай адамдар қанша жерден банкрот болса да 3 жылға дейін бай болып жүреді дейді ғой. Бірақ қарапайым халық біз үшін ол әңгіме бізге емес деп ойлаймын, иә. Бізде бар болсақ барымызға мәз боламыз, жоқ болсақ жоғымызға қанағат етуімізге тура келеді. Ал енді бұрындары шыны керек, мен жаңа бензин қымбаттап кетті дедім ғой. Бұрындары біз супермаркетке азық-түлік алуға барсақ та, бір остановка жерге барсақ та көлікпен баруға тырысатынбыз, ерінетінбіз. Ал қазір бензин қымбаттап кеткеннен кейін еріну былай тұрсын, жаяу жүруді үйрендік. Қой бер спорт қой деп қоямыз ғой ше. Одан бөлек метромен жүреміз. Метромен жүрсеңіз әрі ақшаны үнемдейсіз, әрі уақытылы жетесіз. Егер де мені көріп отырған оқушылар немесе жастар болатын болса, әрине сіздерге ақшаны ауаға шашыңыздар немесе ақшаны былай үнемдеңіздер деп айтпаймын. Ақша жұмсау өздеріңізге байланысты. Бастысы орын ауыстырып көруге болады. Мысалға сіз таксимен мектепке баратын болсаңыз, таксимен университетке баратын болсаңыз, автобусқа мініп көріңіз. Осылай орындарын ауыстырып, ақшаны аз да болса үнемдеудің амалдары бар. Егер осылай ақшаны үнемдейтін болсақ, осы қазіргі болып жатқан қымбатшылықтан да біз ойланбай, қорықпай, қиналмай шыға алатын жарымыз. Шыны керек, Кореяда қазір телевизорлар қосып қалып, жаңалықтарды қосып қалсаңыз, өз-өзіне қол жұмсапты, басқа деген қорқынышты жаңалықтарды көреміз. Оның барлығы мен ойлаймын, әлсіздіктен, моральный адамның әлсіздігінен. Бар кезде шалқып өмір сүріп қалғандар жоққа шыдай алмай жатқандықтан шығар. Әрине біреудің өмірімен айтып, мынандай деп айтудан аулақпын. Бірақ сонда да егер біз бар кезде барынша үнемдесек, бар кезде ас тасымасақ, жоқ кезде қанағатшыл да бола алатын шығармыз. Бұл бейнежазбада айтқым келетіні, Қазақстанда ғана қымбатшылық емес, Кореяда да қымбатшылық деген ауаға ұшып бара жатыр. Тек заманға сай қымбатшылық болса, қанағатпен, баршылық болса, асып таспай үнемшілікпен өмір сүрсек, өзіміз бақытты және көңіліміз тоқ өмір сүре аламыз деп ойлаймын. Қанша жерден қалтамыз толып тұрса да көңіліміз тоқ болмаса, ондай бақыттың керегіне, менің айтқым келетін, әрине, Кореяда да өте қымбатшылық болып жатыр. Егер сіздер осында келемін, менің табыс көзім осы елден деп ойлайтын болсаңыздар, тапқан табысыңызбен шығатын шығыныңызды қоса есептеңіздер деп айтамын. Өйткені сіз ай сайын айлық қана алып қойып, оның барлығын 100% елге жібере алмайсыз. Сіздің бір ай өмір сүретін шығыныңыз тағы бар. Ал бұл жақтың шығыны, құлпынай айтпақшы, өте қымбат. Қазақстанға қарағанда әлде қайда қымбат. Сондықтан бай кісілер, дүниесі бар кісілер сіздерге ойбай ақшаны үнемдеңіздер деп айтып сіздерден боғауыз естіп қалмайын. Барлар өздеріңіз қалағандарыңызша өмір сүрсеңіздер болады. Ал біз сияқты қарапайым отбасыларға айтатыным, бар кезде үнемдеп, жоққа қанағат етіп өмір сүрсек, көңіліміз тоқ, отбасымыз бақытты деп ойлаймын. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Барлықтарыңыз жақсы көремін. Бар болайық, бай болайық. Бастысы көңіліміз тоқ болсын. Сау болыңыздар.